Navruz merекemiz құтты olsun, hayat bol olsun, әрбір шаңырақта тек қана қуаныш той olsun, Наурыздан Наурызға жете берейік. Бол болсын, аял күнінде жорыққанда жолдарың болсын, тек қана осылай Наурыздан Наурызға жете берейік. Құрметті әріптестер, мына өзіміздің төл мерекеміз 22 Наурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылып жатқан әз наурыз мерекеміз құтты болсын. Бұл мереке өзіміздің қазақтың ұлттық мерекесі, нағыз тойланатын мерекеміз. Осы мерекеде әр отбасына амандық тілеймін. Отбасыларымыз аман болсын, өсіріп отырған балаларымыздың қызығы көрінбей жатсын, мол болсын, тоқшылық болсын, молшылық болсын әр отбасында. Аман сау бола беріңіздер. Мынау әріптестер, бүгін бір үлкен бір той болып жатыр. Бұл қазақтың даласына келгенде елдің бәрі қуанатын бір ұлыстың ұлы күні. Барлық отбасыларға амандық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әлемде тек бейбітшілік қана болсын. Үнемі осындай бір жақсы бір молшылықта, жақсы бір дастарханда ғана басымыз қосылатындай игі жақсылармен осылай дастархандас болып аман-есен жүре берейік. Әрбір отбасына береке мен бірлік тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, деніңізге саулық тілеймін. Осындай той дастархандас.
құрметті әріптестер, маған жақсы іс-шара болып жатыр. Барлықтарыңызға 22 наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Осы іс-шараға бір кісідей атсалысып, өздеріңіздің үлестеріңізді қосып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Бұл іс-шара енді біз 22 наурыз мерекемізді өзіміз ұлықтап, өзіміз дамытып, өзіміз тойлайық деген мақсатта ұйымдастырылды. Енді сәл кішкене кем-кетіктері болса айып етпейсіздер. Алдағы уақытта тағы да орын толықтырамыз, тағы дамытамыз. Сондықтан барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Атсалысқандарыңызға, мен осы ұйымдастырған, қатысқан барлық ұжымға, барлықтарыңызға алғыс білдіремін. Жақсы, ендеше құрметті әріптестер, керемет мереке өтті. Ұмытылып бара жатқан қаншама салт дәстүріміз қайта жаңғырып жатыр. Салт дәстүріміз ұмытылмасын, құрметті ағайын.